Ал бармысыздар бауырлар. Біз әрқашанда әруақ құдай жар болсын, ата бабамыздың әруағы қолдасын деп үнемі әруаққа сыйынып, әруақтан сұрап келген елміз. Жаңағы әулие жерге барсақ та май әулие, майсыз барсаң жарылқайды қай әулие деп, жаңағы майымызды күйдіріп, соның иісі дәметкен әруақтарға тие берсін, осы әулиенің шарапаты болсын, шапағат тие берсін деп, сол әулиенің басына түнейтін бізде дәстүр болған. Ол ықылым заманнан келе жатқан бір керемет өзімізден қалған ата бабамыздың бізге көрсетіп берген жолы. Енді бұны кәдімгі ғылыми тұрғыда түсіндіріп сіздерге беруге болады. Қазіргі заманға енді мен кванттық физикаға кетпей қояйын, қарапайым қисынды ойлармен былай дейік. Бұл әруақтың барлығына біз қандай не береміз? Қандай сипаттама, қандай анықтама бере аламыз? Мысалы, қараңыздар. Мен осы мына видеоны смартфонға түсіріп отырмын да. Сонда смартфонның батареясында электр тоғы бар, қуаты бар. Сол қуат, ол оның рухы деуге болады да. Ал мынау телефондағы экран, процессор, жаңағы материнская плата, батарея, корпус дегеніңіздің барлығы, микрофон, камера дегеніңіздің барлығы, бұл оның денесі деуге болады. Білесіздер, электр тоғы болмаса ешқандай да смартфонның жұмыс жасауы мүмкін емес. Менен басқа құрылғылар, басқа электромобильдер туралы айтпай қояйын. Ешқандай да құрылғы электр тоғынсыз жұмыс жасай алмайды. Ал енді электр тоғы батареясы қалай бітеді? Смартфон өледі. Болды, одан ешқандай пайда жоқ. Ал оның құрамындағы бір жадын ба, экранын ба, камерасын ба бөлшектеп қосам десеңіз де бір құрылғыға шешіп алып, онда оны да электр тоғы арқылы жұмыс істетесіз. Яғни қарап тұрғандай біздің мына қолымыздағы құрылғылардың барлығы да электр тоғымен жұмыс жасайды. Ал енді мынау мектеп физикасынан білесіздер, ешқандай да энергия жоқтан бар болмайды, және бардан жоқ болып кетпейді. Энергия деген жарықтық бір түрден екінші түрге ауысып отырады. Мысалы, ағашты жағатын болсаңыз, ағаштың бойындағы энергия босанып шығады да, ол ауаға жылу энергиясы болып тарап кетеді. Онан әрі қарай ол өзінің жолын тауып әрі қарай кете береді. Бірақ мынау ағашты байланыстырып тұрған, атомдарын бір-біріне жабыстырып ұстап тұрған энергия қуат, ол ешқайда кетіп қалмайды. Сол қатты формадан ол энергиялық отын формасына, жылу формасына ауысып кетіп отырады. Міне сол секілді біздің мынау тәнімізді, жанымыз тастап кеткенде, тән дегеніміз смартфонның корпусы, өзі құрылғылары, ал жан дегеніміз электр тоғы. Сол бізді тастап кеткен кезде рухымыз дей берейік. Сол рухымыз кеткен кезде біз не боламыз? Тән өзінің қызметін тоқтатады. Яғни былайша айтқанда бұл дүниеден озды, қайтыс болды, немесе өлді деп жатады, ажал құшты деп жатады. Енді бұл жерде ата баба әруағы деген сөз біздің осы уақытқа дейін өсіп, өніп, осы жерге келе жатқанымыздың жалғастырып келе жатқан бір энергетикалық өзіндік жолымыз бар. Мысалы үшін біздің ДНК-мызды, мысалы менің түрім өзі осы аталарыма ұқсап кеткен да негізі. Оны ұзаққа бармай қояйын, бір Шымкентте бір базарда тұрғанда бір жеміс-жидек сатып отырған бір үлкен әпке маған айтты да, енім бергеш деді. Сөйтіп мен ойладым, ол маған бір картошканы не қылып бер, көтеріп бер, болмаса бір сәбізді ма, бір ауыр затты көтеріп былай қойып берші деп айтады екен деп жүгіріп бардым. Сөйтсем айтады, сен осы дейді, ауылың Түркібасыдан емес па дейді. Мен айттым, иә дедім. Еңбектен емессің бе деді. Иә дедім. Шуылдақсың ба деді. Иә дедім. Шадырмановтардың баласы емессің ба деді. Мен иә дедім. Сөйтсем жаңағы әпкеміз айтады, бәсе түрің соларға ұқсап тұр дейді да. Сөйтіп мен айттым, әпке, сіз біздің ауылдың қызы боласыз ба десем, иә, мен сол ауылдың қызымын, шуылдақ болам. 80-ші жылдары тұрмысқа шығып, содан ауылдан көшіп кеткен, қазір бармағаныма бірнеше жыл болып кетті, бірақ сенің түрің соған ұқсап тұр дейді. Яғни энергетикалық жол дегеніміз мынау адам қанындағы, ДНК-дағы информацияның атадан балаға, атаның ұрығы болып, жатырға, ананың жатырына түсіп, одан сол ДНК-ның жалғасып келе жатқан өзіндік жолы. Және білесіздер, кез келген ата-ана ол өзінің ұрпағы өссе екен, өнсе екен, аш қалмаса екен, тоң қалмаса екен, зәбір көрмесе екен деп, өсіп өніп ұрпағым жалғасса екен деп, кез келген ата-ана ол сол үшін қызмет жасайды.
және оны ұзаққа бармай-ақ мынау бүкіл жан жануар өсімдік бәрін қараңыз, барлығы да ұрпағын өсіріп көбейтіп әрі қарай дамуға әрекет жасайды. Сонда біздің мынау дүниеден кеткен ата бабаларымыздан қалған энергетикалық форма, энергетикалық жол, ол біздің өсіп өніп әрі қарай дамуымызға ол тәнде болмағанымен рухани форма ретінде, энергетикалық ағын ретінде, энергетикалық форма ретінде ол үнемі бізбен бірге болады. Және де ол ықылым заманнан бері солай, ол бізге ықылым заманнан бері солай келе жатыр ол. Мінекей, ал енді онан бөлек, сол энергетикалық формадан бөлек басқа бір энергетикалық формалар жасап, соған табынамыз, содан жәрдем сұраймыз десек, онда біз кішкене адасамыз. Мысалы қалай? Мысалы Антарктикада өмір сүретін ағаю Африканың шіліңгір ыстығына шыдай алады деп айту қиын, немесе сол жерде өмір сүруге бейімделген деп. Дәл сол секілді Африканың шөлінде өмір сүретін жануарларды Сібірдің тайгасына барып өмір сүреді деп айта алмаймыз, өйткені олардың энергетикалық, генетикалық бейімділігі бөлек. Сондықтан біз осы жерде тұра, осы жердің иесін білеміз, киесін білеміз, және өзіміздің ата-баба әруағын білеміз. Біз өз ата-баба әруағынан ғана медет сұрап, ата-баба әруағына сыйынып, ата-баба әруағына табынамыз. Жанымыз қиналса, сол ата-баба әруағы демесін деп, әруақ Құдай жар болсын деп, Құдайдың өзін бізде аталарымыз мен талай естігем, үлкен кісілерден, шал кемпірлерден, о кісілер әруақпен Құдайды қосып айтатын. Сондықтан да біздің әруақ Құдайымыз, ол біздің ата-баба жолымыздан келе жатқан энергетикалық белгілі бір кодымыз деуге болады. Ол ДНК-да көрінеді. ДНК деген адамның бет әлпетіне, мінезіне, дүние танымына барлығына әсер ететін дүние ол. Сондықтан біз қандай да бір жәрдем сұрап, қандай да бір көмек керек болса, қандай да бір тірлігімізді бітіру, қандай да бір мақсатымызға жету керек болатын болса, ол жердегі біздің бірінші демеушіміз де, сүйеушіміз де, қолдаушымыз да, 1001 жала, 1001 бәле, 101 жаладан сақтаушымыз да ол ата-баба әруағы. Сондықтан әруақ Құдай жар болсын, бауырлар. Әрқайсыңыз ата-бабаңыздың әруағын ұлықтаған сәтте, ата-бабаңыздың әруағы шат болып, баяғыда мынау ұрпақтары жақсы бір керемет нәрселер жасап, елді сүйсіндіріп жатқан кезде, мына шалдар риза болып айтушы еді, ай атаңның әруағы бір аунап түстау деп. Міне көрдіңіз ба? Біз ата-баба әруағын разы қылып, солардың шарапатын пайдалану үшін осы өмірде жүрміз. Сондықтан да бауырлар, өсіңіздер, өніңіздер, ата-баба әруағына салауат айтып, ата-баба әруағына сыйынып, ата-баба әруағынан үнемі желеу, жебеу күтіп жүріңіздер. Сол кезде барлығы да жақсы болады. Амандық болсын бауырлар.